Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен дайын круассандармен таңғы ас дайындаймыз. Олай болса, бір жұмыртқаны қызып тұрған сковородкаға майды құйып, тұзын, бұрышын, паприкасын салып пісіреміз. Дайын болған круассандарды, магазиннен алып келген круассандарды 180 градуста 10 минутқа қыздырып аламыз, хрустеть ету үшін. Содан кейін авокадоның ортасынан кесіп, жарты авокадоны тураймыз. Видеоға сәйкесінше етіп турасаңыздар да, қалауыңызша турасаңыздар да болады. Круассандарымыз қызды ортасынан бөліп, содан кейін семгамызды алып, ақырындап пласт етіп турайтын боламыз. Қалауыңызша турасаңыздар да болады. Қызып тұрған круассандарымыздың арасына кез келген творожный сырды алып, толығымен жағып шығамыз ортасына. Содан соң бір круассанға авокадо саламыз қызыл балықпен. Екінші круассанға огурцы және дайын болған жұмыртқамызды саламыз. Таңғы асымыз дайын, өте дәмді, кез келген кофейняға барып ішетін таңғы астардың бірі болып табылады. Мінекей дайын болған кофемізбен бірге әзірлеп ұсынамыз. Ас болсын.